Ескі қазақ тілі деген ұғымды қалыптастыруымыз керек. Древний русский дегенді білесіз, е? Ескі өзбек тілі деген бар. Бізде ондай жоқ. Ол да бір рух, ол да бір қазақ тіліне бір серпіліс береді деп ойлаймын. Ол үшін қазақ хандығы тұсындағы дипломатиялық құжаттарды көтерсек те талай нәрсе шығады ол жерден. Одан кейін тіл комитетінің статусын қайта қарау. Агенттік бола ма, президент әкімшілігі жанынан қайта құрыла ма, оны қарастыру керек. Одан кейін тілге, әдебиетке, тарихқа қатысты теориялық және практикалық жағынан түсіндіру жұмыстарымен айналысатын телевизиялық бағдарламалардың қатарын көбейту. Олар нені түсіндіреді десеңіз, мысалы ретінде келтіре кетейін, есіме түскен. Мысалы, жиі естиміз, қазақ сыныптары орыс сыныптарынан қарағанда қазақ сыныптарында білімді аз береді деген бір енді қате түсініктің қалыптасып кеткенін білеміз. Қазақ сыныптарының білімді аз береді деген. Негізі керісінше ғой. Оған дәлелдері жетеді. Соны түсіндіру керек біз, мысалы, ғылыми жағынан, нақты, практикалық жағынан да. Бұдан бөлек, әрине, телеарналардың тілін 100% қазақшаға аудару керек.